Баршаңызға сәлем, құрметті менің алтын көрермендерім. Сіздермен мен Гүлзада. Сіздермен осындай керемет, жұмсақ, отбасымен, балаларымен сүйіп жейтін рогаликидің рецебімен бөліскім келіп отыр. Дәмі де керемет болады. Ол үшін ыдысқа 2 дана жұмыртқа, 100 грамм құмшекер, 2 қоспаны жақсылап араластырып аласыздар. Құмшекері ерігенше. Менің каналыма тіркеліп, құрметті көрермендерім, лайк басып, комментария жазып, мені қолдап отырсаңыздар, мен үшін ол өте маңызды. 250 грамм сүт жылы болған дұрыс, және 150 грамм сары май ерітілген. Барлық қоспаны жақсылап араластырамыз. Шым-шым тұз қосасыздар. Ванилин, хош иісті болу үшін. Және чай қасық ашытқы, дрожж қосасыздар. Жақсылап араластырып, ұнды салып, қамыр илейтін боламыз. Осы барлық қоспаларды мен описанияға жазып қоятын боламын. Сол жерден қарасаңыздар да болады. Қолмен жақсылап қамыр илеп аламыз. Қамырымыз дайын. Осындай массада болу керек, қолға жабыспайды. Бетін жауып, жылы жерде 20-30 минут тындырып қоямыз. Қамырымыз дайын. Қамырымызды столдың бетіне қойып, кішкене ғана ұн себесіздер. Орташа көлемде күлше жасайтын боламыз. Бұл рогаликидің ерекшелігі, бұған жаңғақ қосасыздар. Жаңғақпен құмшекермен еритін боламыз. Жаңғақты ұсақтап, қабығынан тазартып, дайындап аласыздар. Сосын құмшекер кішкене. Бейнеде көрсетілгендей жаңғақты қамырдың бетіне салып, құмшекер екеуін оқтаймен жаятын боламыз. Екі жағына бірдей қып салып, жұқа етіп, бейнеде көргендегідей етіп жайып аламыз. Осылай үшбұрышты қылып кесіп аласыздар. Өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша ішіне кез келген салма салсаңыздар болады. Мен салмадым, өйткені осылай ұнайды. Ішіне жаңғақ араласқан. Барлығын жақсылап орап дайындап аласыздар. Рогаликіміздің бәрін орап болдық. Енді пештің ыстығына салатын боламыз. Жақсылап бәрін әдемі сабаламыз да қызып тұрған пеште пісіріп аламыз. Осымен рогаликіміз дайын. Тарелкаға салып, бетіне қант ұнтағын сеуіп, әсемдеп қойсаңыздар болады. Рогаликіміз дайын болды. Сіздерге ас болсын. Дәмі тіл үйіріледі. Өте дәмді болып шықты.
сіздерге көп рахмет.